Айым торы. Айым торы. Осы әйел деген бар ғой. Күйеуі жұмысқа кеткенде шығарып салып, күтіп алып тұрса ғой. 12 бөлмелі үйім бар. Қай бөлмеде жүрген таппайсың да. Әйелім ғой. Үйленген кезде 35 кило еді. Қазір 105 кило болды. Аппетиті жақсы, қазір көресіз тұр ғой. Айым торы! Мынау ғой. Келатырмыз ғой, не болсын байқалап. Адам немене бәле киіп ағасын, не анау? Жабана кіндігіңді. Моды ғой қаз. Моды болады, қарын бар, моды болмайды, қарын бар ғой, айналайын, ау. Қарасай өзіңе. Менгі модный қарын ғой. Атаның басы модный қарын. Ашыған қамыр ұқсап тұр ғой бүйті. Ұнамай ма немене? Ұнамай ма? Керсеннен тасып тұр, кәйтіп ұнайды. Бір адам деген ірең басына қарап киінсе бір ғой, осы жұрттың әйелдерін көрсең әуесің кетеді. Мынан киім бейсің қарашы, не бұлтық, сумоға қатысады еркектер ұқсар. Адам деген бір киінсе өзіне жарасады, бір әдемі киім бей. Былай қыл. Мен жұмысқа кетіп бара жатырмын. Мен анау қайырымдылық қорында істейтін білесің ғой сен, Білем. Білесің ба? Иә. Мен қайырымдылық қорында істеймін. Білеміз. Сол жерге 150 миллион ақша түсіпті. Соны жетін жесірге, кедей кепшікке, отбасы төмен отбасыларға бөліп беріп жатыр екен. Содан біз де өз несібемізді алып қалайық деп, сенімен ақылдасып жатқан. Сен ол жерден өз несібеңді алып қалатын түсінбедің мен сен сонда? Жетін жесірсің ба сен? Айналдырған 2 балаңды бағамай жүрсің ба? Үйің жетеді, дүниең жетеді. Не керек одан артық саған? Мен саған 2 балам бағамайым дедім ба? Енді немене қылмақшысың ол ақша? Сонан өкімет жетін жесірге бөліп беріп жатыр дейсің ба? Берсе бір-екеуіне көз қылып береді, қалған өздері бөліп алады. Несібемізді алып қалайық та? Өкіметтің ақшасын аяйсың ба? Былай қыл. Оның алудың жолдарын мен саған үйретейін. Так. Үйдегі дүние мүліктің бәрін көршінің үйіне бер. Үтікке дейін бер жібер. Керек жоқ, бер. Артынан келген ойын бәр менің. Артыңнан келсе бере берсей. Кейін мен өзім арыз жазып бәле қойып қайтадан алып аламын. Бер жіберші, берсей. Үйге ана комиссиялар келгенде дүние мүлкіңді есептейді. Егер ана суммадан шетінен асып кетсе саған бермейді ол. Сен былай қыл. Сосын үстінде көйлек шеш. Қоя тұр, енді осы жерде айман деп шешінбексің. Шешін деп атқан екен, шешін деп атырмыз ғой. Ақша берем десе дайын тұрасың. Немене бір еркек келіп, шешін ақша берем десе шешінесің ба? Көреміз. Уақытында. Былай қыл. Мына үстінде көйлек құрт. Ана көршінің үйінде Жұлдызай деген келіншек бар ғой. Соның ана көк көйлегі ма, қызыл көйлегі ма, сұр көйлегі әдемі, соны алып киш. Сұр көйлегін алып ки. Сен қақтан білесің оның сұр көйлегін? Көріп жүрміз ғой. Нені? Көйлекті. Былай қыл. Мен комиссияны ертіп келген кезде жыла, жағдайымыз жоқ. Көмектесіңіз, қол ұшын беріңіз, қол ұштарыңыз беріңіз, жаман жағдайымыз болмай қалды деп зарлай бер. Сағат 1-де ертіп келем, дайындал, мақұл ма? Бүгіннен бастап сенің күйеуің емеспін мен. Дайындал, сағат 1-де ертіп келем, мен сенің байың емеспін. Айқайлама маған. Жыла деп қойды. Қайт жыла мен? Әдем түрімді бұзайын мен сол? Тұрайынызы жылап мені. Көршімен де араласпағанбыз, ешқайсымен де. Жұлдызай. Жұлдызай, тоқташ. Тоқтасай. Бергесей. Иә, берген. Қалай жады? Жақсы. Зуылдап қайға барасың? 100 теңге бар, соған сүт алайын деп кетіп бара жатырмын бала шағаға. Қойшы осылай. 100 теңге бар еді, 100 теңге. 100 доллар сұрасаңдар осы бере салар еді ғой. Қанша? Үйге бір апайым бар еді, көршіміз бар еді деп бір шай ішіп кетуге жарамайсыңдар ғой. Іздеп келсеңдер қуанайып қаламыз ғой. Ойбай, апай, іздегіміз келеді, бірақ үйлеріңізде үлкен құлып тұрады, онсыз бір үлкен иттеріңіз бар ғой. Қой берші оны енді. Былай отыр, менің ана күйеуім
қорда жұмыс істейді, білесің бе? Көмек қорында. Соны енді мына қордан соларға бір қыруар бір ақша түсіп жатыр да. Оны былай бізге беріп, в общем, былай ғой, үйдегі заттардың бәрін алып кетші. Сендерге берейін деп жатырмын соның бәрін. Сағат түскі 1-ге шейін көшіріп алшы, тез-тез. Ештеңе бермей қой орнына, керек емес. Не болды сізге? Сондай болып қалдық. Бірақ сен орнына маған бір ескілеу бір. Сенің бір сұр көйлегің бар екен ғой? Сұр көйлек дейсіз бе? Бар, сұр көйлегім бар. Берші соны маған, сол сұр көйлегін. Соны берейін де, Ала бер, иә, ала бер. Жүрегің жарылып кетпесін. Біздің бай біледі екен ғой сенің сұр көйлегіңді. Сұр көйлек. Точно сұр көйлеге кіре тұрмын. Міне апай, мен 2 қабат кезінде кигем, сізге дұрыс келіп қалатын шығар. Мынау 3 қабат болса да сыймайтын зат берші керек екен. Ойбай, тығыздап кисеңіз сияз. Немене? Жуылмаған неме? Қысты күні жуып қойғам, жуылған таза кие беріңіз. Қыстың күні жуылам? Жаз ғой қазір. Апай, ана бөлмелеріңізде тұрған музыкальный центрді ала берейін ба? Музыкальный центр емес, музыкальный центр. Жөндеп айтсай? Шынымен беріп жатсыз ба бәрін? Беріп жатырмын, иә, беріп. Мен ала берейін ба? Ала бер, иә, ала бер. Астана қырық. Қойшы! Мен айтса қойшы. Киіші одан ана көйлек. Құдай берен десе порчикіден береді деген рас екен ғой. Біз сендерге есіктен ақ берейін деп жатырмыз. Ей, белімді ауыртшы. Болды апай, бәрін алып кете берейін ба? Ішіндегі түсір жүрдің ғой. Таси берейін е, бәріне. Әкеде бер, бар, әкеде бер. Ей, есіктің ақта. Ана сыртта итті деп кетесеш. Иттерің бар екен деп тағы дау болар. Айнаға бар. Ау деп шығатын. Иті де жоқ қой, көрдіңіз бе? Қоя берші. Өріп шығатын. Мына келсек қой. Мына кісі ма? Осы келсек қой. Тым жағдай жоқ. Санасы ба? Ойбай, мынаның рең басына қарасаң жағдай нәшер сияқты емес қой. Мынау тоқ қой, мынау тоқ қой. Мынау что-то подозрительный дейді. Подозрительный. Жоқ, көке не ғой, тоқ болғанда ше? Тоқ емес бұл, аш. Сен қойсай? Жоқ, қойғанда не? Не бар соған? Істеген. Саған не бар? Істеген не? Жаз. Жыласай, аш болса сен. Жағдай. Жыласай. Жылайын ба? Аш болса сен. Қайт жылайын мен. Жоқ, көкесі не ғой? Қарасаш, күйдегі анық. Ойбай, ойбай. Ойбай! Не болды? Ашпыз! Әне, аш. 2 күн болды тамақ ішпегенімізге, ойбай! Аяйсың ба, 10 күн десе аяйсың ба? 10 күн екен ғой, 10 күн екен ғой, 10 күн. 10 күн бойы тамақ ішпеген. 10 күннен бері тамақ ішкен жоқпыз. Тек қана қараны мен икра. 10 күн болды, 10 күн бойы. 10 күн осы ашып болғаны мен. Нә татпағын ғой? Жеті іштігі жоқ үйінде. Ойбай, 10 күн тамақ ішпегендегі дене мынау. Бұлар күніге тамақ ішетін болса, жарыла дегенде бұл бірде. Что-то подозрительный. Жоқ, көке не ғой? Көке түсінбей қалдыңыз. Сіз бар ғой, менің енемді көрсеңіз, менің деп қой. Жоқ, не ғой? Сіз мынаның шешесін көрсеңіз. Мына кісінің ба? Бұның шешесі бар ғой? Домалақ. Бұты қайсы, белі қайсы білмейсіз. 10 адам машинаға итеріп мінгізеді, домалақ түсіреді. Тұқымы сондай, порода сондай, жазып қойыңыз. Қара суға семіре береді, өздері сондай бұлар. Тұқымы сондай ғой. Солай ма? Шешесі осындай. Сол жаза берші ма? Көрейік, кенің бұлайна. Жағдай жоқ көкеш. Не, күйеуіңіз қақта? Күйеуіңіз керек қой. Күйеуім ба? Не Күйеуің жағдайым дейік, күйеуің. Күйеу, қақта. Күйеуің жағдайым дейік, а? Қақта бұл. Не, жоқ қой. Не? Саған не жұмысың бар сен? Сен қарасам мынақта, үйлерінде не бар екен, көрсейсің. Мен сөзіме араласа берме. Күйеуіңіз қақта? Миы ашып кеткен ба деп білемін? Не, күйеу, қақ. Айтамай тұрмын. Қаяқта болғанда не, сұрайтын білген жоқпыз ғой біз. Жайты бір, не, жоқ істе, не. Ой, басыр! Айтшы, не, қақта. Өзесің, мен оны. Айта. Күйеуім алқаш! Үйден қуып жіберген! Молодец! Арақша береді! Тамаша! Мені ұра береді күніге! Қатырады? Үйден заттардың бәрін сатшы берді! Молодец! Дұрыс па? Дұрыс! Тамаша! Қатырады! Наған тамаша бұл? Не? Қа біреулер ажырасып жатса саған тамаша ма саған? Сен немене молодецтік қоясың? Мен тамаша дедім ба не? Тамаша молодецтік деді? Иә, тамаша дедім. Неге? Ондай байдың не керегі бар? Ондай байдың не керегі бар айтсашы? Келген сайын ұрады, бала шағасын ұрады, ыдыс-аяқ сатады, үйінің берекесін алады. Ондай байдың барынан жоқ.
Сондай ма? Мен создым ғой тамаша деп жатқаным. Алғаш екен. Басқа шығып қалдыңыз ба не? Кет қой. Былай. Иә. Жеңше. Тыңда. Қанша бала бар? Қанша бала шаға бар үйде? Қанша тудыңыз деген сияқты. Қанша ол? Не. Қанша деп ойлайсыз? Мынау жын. Қанша туғанға ұқсайды, жұмбақ? Тұрса ма? Сен мен жындық тұрсың ба? Жоқ, не. Қараса бір үйлердің жағдайы қандай екен? Енді. Қанша балаңыз бар айтсаңшы, неме миыңізді ашып қалды ма? Не, обязательно керек па не? Сен өзің білесің қандай? Бесеу. Жас. Бесеу. Бәлеу, барын айтпайсың ба? Көп айтсам көп береме деп жатырмын ғой. Иә, бесеу. Былай болсын. Жеңше. Метргесін әкпеңіз бесеуін. Нені? Метргесі керек бесеуін. Метргесін әкпесеш? Бошың болдыршы. Не істейсің? Айттым болса барын айт деп. Не істейсің? Туам. Барын айт, бесеу. Жоқ, көке не ғой? Не? Бесеу болғанда бар ғой, ол бар ғой. Үшеу өртеніп кеткен. Иә. Баласы ма? Жоқ. Баласы өртенген жоқ ол. Оның үш баласы базарда таш кетеріп жүр. Не, үшеу өртенгенде. Бұлардың үйлер өртенген ғой. Үйлер өртенген сол кезде үш баласының метргесі қосылып өртеніп кеткен. Сондай ма? Мен баласы өртеніп кеткен. Жоқ, Тірі ме әйтеуір? Тірі баласы. Базардағы баласы. Бұл өртенген болса мына үйді қаяқтан? Бұл біреудің үйі ғой. Бұл біреудің үйі айына 20 мың квартирант болып тұрады бейшара. Осы шамасына қарамай. Квартирант па? Квартирант біреудің үйі ғой. Біреудің үйі ғой. Жазып қойыңыз. Өшіріп қойма. Үшеуі метргесі өртеніп кеткен? Үшеуінің метргесі. Екеуін атпаңызшы жеңше. Екеуі керек. Не қадалып қалдыңыз ғой, не керек? Сен... Жоқ, мақұл. Әкел. Не болды? Атын жазыпты ғой. Жан палас бәрі. Мен метргеде сен атын жазыпты. Не істейді? Жоқ, көке не ғой? Оның керегі не оның? Керегі жоқ қой енді. Керек ол. Жоқ, оны не істейсіз ал? Ана әкесінің аты жөнін біліп алып, атаңа не бетті. Тұр, милицияға бермесе мына әкесін. Соттату керек. Соттатып, құртып жіберу керек. Үй өртеніп жүр ол. Кімнің? Жаман күйеуінің. Ойбай, мен не істедім мен? Нені? Немене? Жоқ, ештеңе? Не? Көке, екі ортада мен күйетін болдым ғой. Сен ақ күйесің. Жоқ, күймеймін мен де просто. Оны көрмей-ақ қойсаңызшы оны. Сен соны немене? Күйіп піспейсің. Не ғой, күйіп піскенде мен. Кетсе бір. Жоқ, оны. Бар. Тыңын реттің ана әкесін біліп бар. Жазда, тұр, ертең милиция ататын. Ойбай, көке, оны. Босқа ақша бере бер. Көрмей-ақ қойыңызшы. Ол әкеңіз. Босаңыздар сен, асығыстың тағы да үйлер бар, бір-екі үшеусін. Бейшара үйлер көбейіп кетті қазір. Әкел. Ей! Тамаша. Мам! Әкесінің атын өшіріп жүргіздің бе? Дұрыс. Не болды мына құжат? Ат өшкірдің, ат өшсін. Атын естің демейді мен оны. Атын оқың демейді. Вообще. Сымырай алмасты. Көрдіңіз ба? Әпте бала шағасы қадір қалмаған. Қадір қасиеті қалмаған. Атын естігісі келмейді. Апай, жаңа телевизорыңыз пульті жұмыс істемейді. Немене? Пульт істемей жатыр. Өзің бәрі қазір Ана антенны қосып едім, көрсетпей жатыр. Кетсе комиссия келіп телевизор көрмесең көрдің ба? Комиссия келіп көрдің. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Не алып жүрсіз? Кімсіз? Не айтпақшы? Кімсіз сіз? Кім? Бұлар нашар тұрады. Я, кедей. Соны айтайын деп, әшейін. Нашар тұрады да сол кедей. Нашар тұрады. Зәрем қалмады ғой. Құдай деген адамды мен. Не? Кім бұл? Көрші келіншек қой. Көршінің келіншегі. Аты жұлдызай жазып қойыңыз. Көрдіңіз ба? Көрші екеш, көршінің өзі. Кедейсің деп бетіне табалап жатыр. Жұлдызай ма? Оның өзі жүрегіне ауыр. Олай ма? Әрқайсың кедейсің. Сен жағдайың жоқ деп жазып қойыңыз. Аты жұлдызай. Байдың қатының киімінен не бар? Чап. Мынау не? Ей! Кім анау? Қара көздер ай, мөлдіреген сенің қара көздер ой. Тұрсын. Ей! Жібер, берген. О, не керек бұл? Ана миын ашта бермейді ше, миымызды ашта. Үйлерің ойран табан шығып кетпесін. Қалай ажады? Ассаламайым көбі қалай. Жоқта, керек болып жатыр өзі бәрі. Комиссиям. Кімсің сен? Не ағып жүрсің? Мен мына... Жіберсе қолынан ауырса. Не болды? Ау, сасық та маған келеді. Қолын түсірсен? Кімсің сен? Мен мына... Мынау ма? Мынау? Бұл мынаның күйеуі. Күйеуге еге бол.
Неғып жүрсің албасты? Неғып келдің үйге? Кет бар. Тоқтат. Әкпел, беркен. Болмайды. Керек бізге, керек. Комиссия қыз. Тұр. Мыналарға бірдеңе болған шығар, Алқаш. Тыңда. Не істеп жүрсің? оңбаған. Не істеп жүрген? Жазығым жоқ мен, жай. Бер қара, күйеусің ба нан? Күйеусің ба сен анан? Жоқ, мен күйеу емес. Кім күйеуі? Күйеу мынау. Кім? Ойбай! Мынау деп қояды, айдаладағы мені. Ішсе қатын біреуге бере салады. Бері кереш, жаспы. Мынау деп қояды. Өз қатыннан өзің безді ме? Алқаш. Тыңда. Хайуан. Үйерің өртеніп жатыр. Үш балаң базарда жүр. Қатының жүр сонау. Қарамайсың ба әйеліңе? Бері қара. Біз жалты семьяларды бүйтіп ажыратып неғып жүргендерді татуластыруымыз керек. Мына екеуі татуластыр. Бас екеу болмайды, мал екеу болмайды. Бар. Әдем шанс келді. Көрдіңіз ғой? Әптен семьясына, жанұясына қадір қамаған. Өз әйелі танымайтын, мынау күйеу деп қояды. Позор. Әбден өтіп кеткен ғой, өтіп кеткен. Ми істемей қалды. Кел. Осылай түсіндіріп айтпайсың ма? Біз кедей екенбіз ғой. Енді біліп жатыр. Біздің жағдайымыз нашар екен. Бізге көмек керек, помощь керек бізге. Дұрыс айтып отырмын ба? Мынау менің әйелім екен ғой. Енді біліп жатыр. Әйелім екен, сүйген жарым, асылым, мен білмей жүр екен. Қамаған екенмін. Жаным, асылым. Нең бар тиме? Ел татуласып отқанда. Сипалап жатыр. Татуласып отыр, дұрыс. Ырзағыма сен өкпелетті мен, жаным, асылым. Нең бар ей бір өзі? Ұят емес пе, тал түсте сипалап жатыр ғой. Өзінің әйелі. Нең бар жұмысың? Ұят қой. Ел татуласып отқанда не? Сенің әйелің болса? Бар. Сенің әйелің ба? Қайсы? Мынау? Сенің әйелің? Онда шаруаң болмасын, білдің бе? Сүйем ба, сүймейім ба? Өмір бақи бір құшақтап сүйсем деп армандап жүрем. Арманыма жеттім ау жаныма. Öyle. Болды. Asılım. Тыныш. Көкем ақша берейін деп жатыр. Тексердік, бәрі көрдік. Бұлай. Ақша берілмейді сендерге. Қораларыңда бала көріп келіп отыр. 20 тауық бар екен ғой сендерге. 20 тауық 2 рет жұмыртқалағанда 40 жұмыртқа. Жартысын сатасың, жартысын жейсің. Сенен артық бай жоқ қой burada. Болмайды. Бере алмаймын. Тыңдашы. Ол енді 20 тауық деген сөз емес қой. Мысалы құс тұмауы келді, қанып қалды. Бұл бешаралар не істейді? Бірінші құс тұмауы ке басында, сосын ат заставить етіп келеміз ғой. Жоқ, тұмауы келе деген. Тыңдашы, бұл енді семьясында береке жоқ қой. Мына бешара әшейін қауқылған денесі. Ең болмаса жұмысты істей алмайды. Жарымжан инвалид. Кім инвалид? Сен жарымжансың, бұл жұмыс істей алмайсың ғой, я? Кім айтты саған? Істей алмайым деші. Істей алам? Істей алмайым деші. Істей алалам. 10 рет жұмыс сұрап барғанда бір жұмыс бермедің ғой сен маған? Оңбаған. Дос бауыр болып жүргенде, жолдас болып жолдастап жүргенде сені. Бұлай, бері қарай алқаш. Оңы. Дұрыс жұмыс істелесің ба? Істеуі? Сендерге ақша жоқ, мынаған ақша береміз. Неге? $1000 береміз. Бізше, анау ше, жоқ. Рахмет. Емделу керек мынаған. Емделу, арақтан емделу бар, сол жұмыс істейсің. $1000 Тыңдаңызшы мен, мына бар ғой, мына бешара бар ғой, бұл үйінің берекесін алады. Ішіп келген сайын, мына бешараны көкала торғайдай ұрады. Кім? Мынаны ұрады ғой. Мүмкін анау мынаны ұратын шығар. Қайда ұрыңы міне. Денесіне қарасайын бұл. Берсешін көке, не істейді ма бешара? Аңырақ қалады, төрт балаңыз көке. Маған өкпе жоқ па? Мен міндетімді атқардым ба? Маған өкпе жоқ, Қойшы. Маған өкпе 100 грамм арақ берін десем, үйлеріңе берін десем, 100 грамм ішкі дейін десем, миларыңды ашып бердіңдер ғой, менің де, сенің де білдің ба? Неменеге арбаң етіп тұрсың? Не? Әр жерді сипаласың. Не айттың өзің айттың? Неменеге келдің? Мен жаңа көрдім ба? Неменеге келдің? Сені құтқарайын деп келдім мен қайта. Бері қара, кән алам деген ақшаң. Кән? 50 тиын даған жоқсың ғой? Кән? Ап кел бәрі көршінің үйіне заттарды. Нені?
Көршіңіздегі заттарды алып кел. Беріп жібердік қой өзің айтқаннан кейін бер деп. Бәрін бердің ба? Бердік, үтікке шейін беріп жібердік. Дайын тұрасың, е? Дайын тұрасың. Өзің айттың ғой бер деп. Соны Тасы енді өзің. Не жетпейді сендерге? Итті алып кел. Не жетпейді сендерге? Дүние байлықтарын бастарынан асады ғой. Қойшы. Үйде дүние жоқ болса да, басқа жоқта тығып болған дүниелерің көп қой. Не ташты? көршілер, Не көршілер? Не yaptı? көршілер көшіп кетіп қапты. Машинамен бәрі дүние мүлікті алып көшіп кетіп қапты. Міне қарай ектіріп. Tokalı eşkin Mısır'ayım de kulağından ayrıldı деген. Oslar bakma. Ey dünyanın sağından kov. Kov dünyanın sağından ey. Ey korkmаңдар ey. Маған $1000 береді. Құдай қаласа сендерге 1000 теңгесін беремін.